Алматы облысы Талғар ауданы Жаңалық ауылында кереғар келеңсіздіктер жылда орын алып келеді. Мәселен, мұнда жол қауіпсіздігін сақтаудың қадағалаусыз қалдырылуы салдарынан адамдардың апатты жағдайға тап болуы соңғы жылдары тіптен жиілеп кетті. Олардың арасында бақилыққа аттанып кеткендермен қатар жарық дүниені жалпағынан баса алмайтын, мүшкіл халге түскен, жарымжан болып қалғандары қаншама. Сонда да бұл мәселе жергілікті атқарушы орындар тарапынан әлі күнге ескерілер емес. Осындай апаттың салдарынан зардап шеккен Жұманиязовтар отбасына Жас Алаш газетінің тілшілері арнайы барып тілдесіп қайтты. Азат пен Әлия бір айлыққа қарап 5 бала асырап отырған ауыл тұрғындары. Қарапайым ғана күй кешіп жүрген жанұя. Үміт несі ғой, болашақта балаларымыз кеңде жарық үйде тұрса екен деп, банктен несие алып жаңа үйдің іргесін қалап жатқандарында аяқ астынан ауыр жағдайға тап болады. 2016 жылы үлкен балалары Алтынбек пен Аяна мектептен жолдың шетімен қайтып келе жатқанында шетелдік жүрдек Land Rover автокөлігі қағып, екеуін жол жиегінде тұрған ағашқа түсіріп түсіреді. Міне жол қауіпсіздігін сақтауға деген немқұрайдылықтың ащы нәтижесі. Содан бері екі баланың жағдайы мүшкіл, қазір аурушаң күйде. Екі аяғының арасынан басы шығып кеткен дейді. Несінде тұрды дейді. Арқасынан шығып кеткен басы айналып. Ол жерден ол қалай аман қалды деп менің көрген адамдарым бар. Сол жерде вулканизацияда істейтін Ержан деген жігіт көтеріп алып, сразу таксиге салып, екеуін мына ұлым жағы сынды, қызымның маңдайы жарылып, бұның жауырыны, мына қабырғалары сынған. Пока ол қабырғасы, жауырыны сынғандардың бәрі таза деп берді маған ше. Сүйектері бар аман деп, тек басы жарылды, басы сынды деп маған 2 жыл бойы мен басын емдете бердім екеуін. Мынаның да сотрясение, мына жерінде де шрам бар қазір. Сонымен жағын жамап қойды, аузын бәрін тістеп. Сонымен жағдайлар өте ауыр деп тұрғызбай қойды. Папасы екеуміз ауысып отырып, күндіз барып қасына жатамыз. Мен барып жатам күндіз қасына мына қыздың. Ал шелқаға кіргізбей қойды, ол болмайды, терімен іріңдеседі, мынау деп. Мынау жақсы оқитын еді, 5-пен. Қазір вообще 3-ке түсіп қалды. Мына қызым уже класстан класс қалдыра ғой деп те жалындым директорға. Вообще оқи алмайды. Бір көрсеттім невропатологқа. Сол кезде айтты, бұларға даже телефон қарауға, телевизорды көп қарата берме деді. Сосын мен бұны әрі-бері директорға кірдім, жүгірдім. Енді надам деп оқытты ғой, бір жарым жылдай ма оқытқанмен де бір күн келсе бір күн жоқ апайлар. Көкіректе сүйек қазір сыртқа шығып өсіп тұр мына. Етпеттеп жатсам ауырады деді да. Ішімді басып жатсам. Сөйтіп сразу МРТ-ға апарып, түнге апарып түсірсек, қай кезде құлаған бұл білмеген дейді да. Бұл қыз білмеген, ертеректе болған. Саған айтпады ма, сүйек деген сынған кезде ауырады ғой дейді. Енді ол сол кезде авариядан болып тұр ғой. МРТ-ға түсіреміз, МРТ-ның өзіне біз барып бірінші жолдама алам. Ол жолдаманың өзі қазір 4.000-мен барасың ғой. Бір кіріп шығуының өзі 4.000-мен барам. Ол 2 балаға 8.000 теңге алады мысалы. Сөйтіп ол жолдаманы алып мен қай жерін түсіретін барып МРТ-ға барып түсірем, түнгі акциясына барам. Екеуін 50 мыңға түсірем мысалы. Мына счетта тұр 2 балам. Бізге ауырғанда грипп болып жөтеліп ауырады ғой, оған да қатия дәрілер бермейді. Ештеме қозғала алмадық. Туысқандарымда немде бір нелері сауаттары аз болды да, не жағын заң жүзінде сауаттарымыз аз болды. Менің орысшаға вообще шолақпын ше. Ана кісі орыс кісі. Жетігенде тұрады. Бір фирмада водитель болып істейді. Фирманың машинесі деді бұл машинен. Балаларды қаққан оқиға орнына да бардық. Сол жерде Әлия Өтежанованың жеңгесі Арухан Әжекеева оқиғаның орнын көрсетіп болған жағдайды баяндап берді. Күрестен жолдың арғы бетінен бері қарай келе жатырған машина. Алдынан бала шығып қалады, балдардың сабаққа қайтып жатырған уақыты ғой. Енді алдынан балдар шығады, сол балдардан қашам деп жолдың екінші шетіне шығып барып, мынадан өтіп жатырған балдар. Соны қатты қақтап, тормоз басата екінші шетіне шығып, мына ағашқа баланы соғады. Қосып барып ағашқа барып жабыстырады ғой. Терезесі, несі бәрі сынған, машинаның бір шетінің бәрі майысқан, соққан кезде мен келгеннен кейін уже балдардың бәрін алып кеткен. Осында бір балдар болған, жеңіл машинасымен несімен Байсеркеге дейін жеткерген. Келгенде көрдім мен, ол кісіні өзім көзіммен көрдім, іші толы адам екен. Мен сондай нете алмай қалдым, тоқтай алмай қалдым, жылап еңіреп айтуына қарағанда сондай болды, ал ізі енді мынандай болып тұр ғой. Алла тағала баламен сынамасын демекші, кімге де болсын балаларының ауырғаны жанына батады.
Жұманиязовтар жанұясы осындай ауыртпашылықты көтергені аздай, балаларды қаққан қылмыскерден өтемақы ала алмай күйініп жүр. Бүлдіршіндерді осындай күйге жеткізген көліктің иесі орыс жігіті болып шықты. Отбасы мен ағайындарының мәліметінше, апат болғаннан кейін жүргізушінің әйелі келіп, кешірім сұрап, дәрі-дәрмекпен еміне қаржылай көмектесеміз деп қолхат жазып кеткен көрінеді. Кінәлі жүргізуші екінші рет келгенде қасына қазақ жігітін ертіп келіп, Азат Жұманиязовқа жолығады. Қаққан орыс үйге бір қазақ кісі алып кепті. Сөйтсе папам айтады, шықсам мен күйеуіме нетіп жатыр дейді. Қоқаң-лоқы көрсетіп, не істей аласыңдар, өлген жоқ, тірі деп қазақ кәдімгідей нетіп тұр дейді бізге ше. Ана переводчигі. Не істей аласыңдар, тірі ғой, өліп қалғанда қайтер едіңдер деп өткізген түгі жоқ. Мысалы, ана әйелі келді, әйелі де бізге келеді. Бір күн қарасам, мынау трубочканы да тарта алмайды мына бала ше. Кукуруз әкеп тұр да. Сосын мен айттым, әкелесіздер ма, іздерінен келсеңіздер, сорпа борынпасын әкеліңдер. Бұл трубочка тарта алмайды бұл балдар. Вообще. Десем, я болмаса ақша жағынан кішкене көмектесіңдер десе, беретін ақшамыз жоқ біздің дейді. Ең бірінші жаңағы орыстардың соққаннан кейін үйімізге келіп, маған не қылмаңдар, көмектесем мен. Бүткіл несін жасап берем жағдайын. Больницаға неге бәрін қаратам өзім. Деп біз соның несіне сеніп, неге кіргізіп жібердік больницаға бұларды. Бұлар өздері сол больницаға кіргеннен кейін уже документтің бәрін сол жөндеп ішінде нетіп тастаған ғой уже. Жеңіл-желпі жарақат қылып бәрін сондай қылып жасап тастаған да. Адвокаттың өзіне 200 мың теңге ақша бердік қолына. 200 мың теңге ақша бердік. Ол адвокатымыздың өзі даже бізді сотқа да не қылмай қатыстырмай, өзі жөндеп отыр ғой документтің бәрін. Өзі өткізіп жіберіп отыр сотта да басқанда. Оқиғаға тек бір жақты ғана қарамай, мән-жайды білмекке қорғаушыға хабарластық. Экспертиза оларға жеңіл алған жарақаттары жеңіл жарақат деп береді. Мына жол тәртібін бұзған кезде адамдар осындай сондай жол тәртібі бұзылып, адам алған жарақаты жеңіл дәрежеде болған жағдайда қылмыстық іс болмайды. Ондай жағдайда жаңа водительді әкімшілік жауапқа тартады бар болған. Оған ана 15 МРП 15 айлық есеп көрсеткіш штраф салған. Жаңа бір жыл ма, 2 жыл ма, мен ұмытқам, қазір материал жоқ қолымда. Сонымен ана машинаға құқығын айырған. 1 жыл ма, 2 жыл ма білмеймін, ұмытып қалдым мен. Балалардың жалпы жағдайы оқу үлгерімі жөнінде білмекке номер 37-ші Жансүгіров атындағы қазақ орта мектебіне келдік. Мектеп психологы Гүлбаның Моталиева балалардың жағдайымен жақсы таныс екенін айтты. Осы жағдайдан кейін балаларда біршама психологиялық өзгерістер пайда болды. Айтып өтетін болсақ, Аяна 1 сынып болғандықтан, енді ғана бұл бала 1 сыныпқа бейімделіп келе жатыр еді. Бейімделіп келе жатқан уақыты болатын. Алтынбек 3 сыныпта оқитын. Бала өте белсенді болды. Баланың даму қабілеті психологиялық жағынан жақсы деп айтса болады. Осы жағдайдан кейін балада көптеген балаларда, екі балада өзгерістер пайда болды. Яғни агрессия, ұмытып қалу, болмаса отырған жерінде айғайлап жіберу, қарсылық көрсету жағдайлар пайда болды. Балаға қазіргі уақытта енді негізгі болып тұрған мәселе ата-анасының өтініші бойынша балаларға денсаулық жағынан кішкене болса да үкіметтен көмек қажет екенін ата-анасы бізден сұрап отыр. Оқиғаның мән-жайын толық білген соң, бүлдіршіндердің өздерімен тілдесуді жөн көрдік. Анасы шырылдап жылағаны періште жүрегіне әсер еткендей, қайта-қайта күрсіне берді. Баланы алдандырмақ болып, арманың не деп өздеріне сауал қойып, сырласып көрдік. Онлайн сабақты вообще түсінбеймін. Оқи алмай жатырмын онлайн сабақты. Менің аманым ата-анам аман болса, үлкен үй бітіп, сол үйге көшсек, денсаулығым жақсарып, барлық жер тыныш болса. Ауылдың жағдайына келер болсақ, әлі де жыры көп. Екі баланың жағдайынан кейін де тыйылмай тұрған жол апаты әкімдікті қашан ойландырар екен. Көшенің жағдайын өз көзімізбен де көрдік. Көзге суық көрінетін жаяу соқпағы жоқ, жарық шамдары әлі күнге ілінбеген көше әлі қаншама жанның көз жасын төктіреді. Әрине, оқыс оқиға болмасын. Дегенде бұл жөнінде алдағы уақытта оқырмандарымызды хабардар етіп отырамыз. Бифат Елтаева, Айжан Бүркітбаева, Айша Исатай. Арнайы жасалаш үшін.